Қайырлы күн әріптестер, бүгін біз сіздермен 7-ші модуль оқушылардың функционалдық сауаттылығын бақылауға арналған мәтін тақырыбында талдайтын боламыз. Жалпы функционалдық сауаттылық бақылауда мәтіннің түрлері электронды түрде де, қағаз түрінде де беріледі. Жалпы электрондық білім беру ортасы дегеніміз не? Электрондық орта білім беру ортасы ұғымы жаңа термин, сондықтан нақты анықтама беру қиын. Дегенмен де зерттеушілердің көпшілігі ақпараттық коммуникациялық ортада оқыту білім берудің мүлдем жаңа парадигмасы болып табылады деген шешімге келеді. Мұндай орта қазіргі уақытта көптеген елдерде әзірленіп өзекті болып отыр. Оның басты өлшемдері: біріншіден, қарым-қатынас құралдары жүйесінің болуы; екінші, ақпаратпен дербес жұмыс істеу құралдары жүйесінің болуы; үшіншіден, оқу бағдарламасына қатысушылар арасында қарқынды қарым-қатынастың болуы керек деп есептейді. Жалпы электронды білім беру ортасы қандай мақсатта қолданылуы мүмкін? Ол бірнеше мақсатта қолданылуы мүмкін. Біріншіден, өзін-өзі бақылау және тренинг, білімнің бастапқы деңгейін бағалау, білім алушының дайындығын анықтау, қорытынды бағалау. Тест тапсырмаларының банкі дегеніміз не? Тест тапсырмаларының банкі бұл білім деңгейін анықтауға арналған курстың белгілі бір тақырыптары мен бөлімдері бойынша тест тапсырмаларының жиынтығы. Яғни біздің оқушыларымыз тест тапсырмаларын банкі арқылы өз білімінің бастапқы, ортаңғы және қорытынды бөлім бағалай алады. Сонымен қатар электронды тапсырмалардың қағаздан айырмашылығы неде? Үш негізгі айырмашылығы бар. Біріншіден, электронды тапсырмаларды қағазға қарағанда іске асыру нақты ақпараттық жүйенің мүмкіндіктерімен шектелген. Яғни белгілі бір ақпараттық жүйемен ғана біз электронды тапсырмаларды орындата аламыз. Электронды тапсырмаларда мультимедиа құралдарын пайдалану есебінен тест негізі ретінде қарапайым емес мәтіндерді жиі қолдануға болады. Яғни түрлі инфографика, тағы басқа мәтіндерді қолдана аламыз. Үшіншіден, қағаз тапсырмаларды қолдану кезінде қосымша ақпарат көздері мен байланыс құралдарын пайдалануға тыйым салудың сақталуын бақылау оңай. Электронды тестілеу жағдайында бұл бақылау өте қиынға соғады. Яғни интернет болса, оны ол ашып қарау мүмкін деген ойға келеміз. Электронды тапсырмалардың артықшылықтары деген не? Электронды тапсырмаларды құрастырудағы негізгі екпін материалды нақты білуіне ғана емес, функционалды сауаттылық дағдыларын тексеруге, оның ішінде белгілерді ажыратуға, жалпылауға, салыстыруға, материалды бір формадан екіншісіне түрлендіруге бағытталады. Тапсырмаларды электронды түрде орындау ол жедел кері байланыс жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өте маңызды және электронды тапсырмаларды бірнеше рет қолдануға болады және тұтас және ішінара қолдануға болады. Сонымен қатар электронды тапсырмалар оқу процесін айтарлықтай оңтайландырады. Себебі оқушылардың бір бөлігін бір түрлі тесттермен тексеруге болады. Электронды тапсырмалардың кемшіліктері дегеніміз не? Тапсырманы жібергеннен кейін жауапты өзгертуге болмайды. Барлық электронды тесттер автомат түрде тексерілмейді, яғни жабық түрдегі тапсырмалар ғана тексеріледі. Автомат түрде тапсырмалардың кейбір түрлеріне рәсімдеуге қиындықтар туындайды. Ашық түрдегі тапсырмаларды бағалау қиын, өйткені ол жерде оқушының ойы жазылады. Бір жұмысты әртүрлі тапсырмаларды қолдану кезінде олардың үйлесімдік мәселесі туындайды, яғни олардың түрлері бізге қиындық келтіруі мүмкін. Жалпы мәтін тапсырмаларынан кейін берілетін тапсырмаларды қалай құрастыруға болады? Мысалы, жабық түрдегі тапсырмалар ол бір дұрыс жауапты таңдау немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен тапсырма құрастырамыз. Ашық түрдегі тапсырмалар дегенімізге оқушы өз ойын жазады, қысқа жауап болуы мүмкін, толық жауап болуы мүмкін. Ал сәйкестікті орнату тапсырмасына ол оқушы элементтер арасында сәйкестікті табады. Дұрыс реттілікті орнату тапсырмаларына ол оқушы жауаптың тиісті элементтерін таңдайды және оларды қажетті ретпен орналастырады. Яғни, құрметті әріптестер, бұлардың барлығы осы функционал сауаттылық, оқу сауаттылығын дамытуда қолданылатын тапсырмалардың түрлері. Жалпы тапсырмаларды қалай құрастыруға болады, қандай тапсырма қоюға болатындығы туралы жалпы сайттан біле аласыздар. Осы модульді оқығаннан кейін бұнда мәтіндік нұсқамен және тапсырманы орындау арқылы өзіңіздің біліктілігіңізді жетілдіре аласыз. Құрметті әріптес, сізге сәттілік тілеймін.